Алармыз насылдым, сәлем сүйкімді көрермендерім, сұрақтардың патшасы, болашақ жан-жар. Кешіріңіздер. Жалпы болжам қаралық. Көп болыпты қарамағаныма бұл тақырыпты. Сіз қазір қандай деңгейдесіз? Неге сізді қарауға болмайды? Маған кім келді? Ажырасып кеттім дейді, айырылысып қалдым дейді, қазір сенбей жатқандар. Қазір жүрегіңіз әлі ауырып жатса, онда өзіңізге келіңіз, демалыңыз, жұмысқа кіріңіз, спортпен шұғылданыңыз, сабыр амалдарын жасаңыздар. Шын мәнінде күтіп отқандар бар ма? Әрине бар. Әрине, Салтан, біз мұндамыз ғой, алло, бізге де бір қарашы. Осындай күтіп отырған қыздарға бар ма? Әдемі жігіттер. Күтіп отқан қыздар күресіп отыр. Немен күресіп отырсыздар? Жынданып отырсыз, қашан деп. Қанша айтамын, жібер, сол кезде аласың. Жалғыздықтың тұңғиығына, жалғыздықтың тамұғына түсіп кетіпті біздің қыздар. Айта бересіңдер, жігіт жоқ дейді. Жігіт жоқ деген қыздарға сіздердің қателіктеріңіз неде? Мүмкіндікті пайдаланбайсыздар. Мүмкіндікті пайдаланбайсың емес, мүмкіндіктер келе жатыр сізге. Сіз байқамайсыз ба әлде? Енді жоқ, міне енді келе жатыр. Бұл жерде бір сөзге келіп қала береді екенсіздер. Негізі кедергі бар ма кездесуге? Дұрыс сөйлемейді дейді. Сол сынақтан өте алмай жатыр екенсіздер. Сіз Құдайға, болмаса кімге сенесіз, қай религиядасыз? Сіз дұрыс дұға, дұрыс арман тілемей жатсыз. Маған бай керек, бірдеме шірдеме керек. Сізге қазіргі жазып жатқан армандарыңыздан сырып тастаңыз да, былай жазыңыз. Менің қасымда ер азаматым бар, мен онымен бақыттымын, мен онымен баршылық тоқшылықтамын, мені асылынан ішкізіп, асылынан киіндіріп жүр. Осы жан-жарыма қасиетті ұлы күштер алғыс білдіремін. Солай жасап көріңізші. Сол кезде,